Сәлем қыздар, бүгін біздер өте дәмді пеште пісетін картошкамен тартылған еттен запеканка әзірлейтін боламыз. Ол үшін ең алдымен бізге осындай сыр және де тартылған ет және де картошкалар қажет. Ең алдымен картошкаларымызды домалақ етіп ұсақтап турап аламыз. Қатты жұқа немесе қатты қалың болмауы қажет. Енді осындай пергамент қағаз төселген формамызға өзіміздің сырымызды үкіштен өткізіп, осылай сеуіп шығамыз. Кейін осылай тұз, паприка, қарабаш салып, картошкаларымызды бір араластырып, осылай ыдысымызға орналастырып шығамыз. Кейін осы картошкаларымыздың үстіне тағы да шамалы сыр сеуіп, әсел пешке бір 15-20 минутқа саламыз. Осы аралықта біз етімізді пісіріп аламыз. Осылай қызып тұрған табамызға салып, тұз, қарабаш, паприка салып, жақсылап араластырып, су ештеңе құймаймыз. Ет өзінің суында пісуі қажет. Сол кезде дәмі өте жақсы болады. Кейін үстіне осылай пиязымызды турап саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, 20 минутқа қалдырамыз. Міне біздің оған дейін картошкамыз да пісті. Енді осы картошкамыздың үстіне тартылған етімізді піскен осылай жайғастырып шығамыз. Барлығын орналастырып болғаннан соң үстіне үкіштен өткізілген сырымызды салатын боламыз. Содан соң мен үстіне майонезді видеодағыдай етіп жағып шықтым. Сіздер қалауларыңыз бойынша еттің фарш салмай тұрып бірінші майонез салып, содан соң фарш салсаңыздар да болады, немесе мен секілді барлығының үстінен осылай жағып шықсаңыздар да болады. Кейін осылай пергамент қағаздың көмегімен рулет секілді тамағымызды осылай әдемілеп орап шығамыз. Орап болғаннан кейін пешімізге 15 минутқа салып алсаңыздар болады. Міне біздің запеканкамыз өте тәтті, дәмді болып шығады. Қасына гарнирмен ұсынсаңыздар болады. Мен қасына суға піскен күрішпен бірге бердім, немесе үйде адам аз болған жағдайда тек өзін жеуге де болады. Өте дәмді болып шығады. Өзінің суы шығып сочный болып тамағымыз. Отбасыларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Жасап көріңіздер. Жасап көрсеңіздер менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ас болсын.